Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біздің сіздермен өтетін сабағымыз тақырыбы жолы болсын әркімнің жолында жол тәртібін дейді. Яғни бұл сабақтың мақсаты сіздерге жаңағы мектепке келу аймағында, мектепте болсын, басқа жақта болсын, жолда жүру ережесімен сіздерді таныстырып өтуге осы уақытқа дейін біз сіздермен жолда жүру ережесімен таныстық. Жылда алғашқы қоңырау күні келгенде сіздермен осы сабақ жайлы кішкене жолда жүру ережесі жайлы кішкене талқылайтынбыз. Бүгінде сіздермен кішкене сабақты жолда жүру ережесі жайлы шолу жасап талқылап өтсек, жолда жүру ережесі жайлы жалпы Елиза, жолда жүру ережесі дегеніміз не жалпы? Қалай түсінесіз? Жолда жүру ережелері дегеніміз біз көшеде, жолда қалай жүру керек екеніміз туралы баяндалады. Мысалға, бағдаршам бізге машиналарды тоқтатып, жол жүргізушілеріне жол береді жүруге. Немесе екінші жолда көліктерге жүруге жол береді. Яғни бұнда бағдаршам жайлы айта кететін болсақ, қызыл көзін ашқанда сынық сүйем баспалға дейді. Яғни бағдаршамның қызыл түсі жанған кезде біз бағдаршамның жағында жолдан өтпей күтіп тұруымыз керек. Екінші, сары көзін ашқанда қарап қалма аспанға дейді. Яғни сары түс жанған кезде біз жолға жүруге дайын болуымыз керек. Жасыл көзін ашқанда өте бер жасқанба дейді. Яғни бізде бағдаршамның жасыл түсі жанған кезде біз алға өз жолымыздан жолдың екінші бетіне өтуге мүмкіншілігіміз бар. Ары қарай мысалға тротуар дейміз. Тротуар бізге не үшін керек, Салтанат? Салтанат даусыңды қос. Салтанат бізде шығып кетті. Тротуар бізге не үшін керек? Тротуар не үшін арналған бізге? Яғни тротуар біздің жаяу жүргіншілер жолына арналған. Біз тротуармен жүргенде ешбір алаңсыз жүруге мүмкіншілігіміз бар. Яғни ол арнайы жаяу жүргіншілер үшін арналған жолды біз тротуар деп. Енді сіздермен кішкене мына жол ережелері жайлы кішкене шолу жасап өтсек, мысалға ескертуші белгілер дейді. Яғни біз үшбұрышты белгілер тұрады ма? Біздің жолдан өтіп баратқан кезде жолдың жиегінде бізде небір жаңа белгішелері бар. Соның ішінде үшбұрышты белгішелері не үшін арналған бізге, Елиза? Бізге үшбұрышты белгілер бұл ескерту белгілер болып табылады. Мысалға, бірінші суретті қарап көрсек, үшбұрыштың ішінде бағдаршам, ол алда бағдаршам бар екенін білдіреді. Ал екінші, алдымызда жол жөнеушілер бар екенін білдіреді. Үшінші суретті қарап отырсақ, пойыз жолы болып табылады. Мына дөңгелекше тыйым салушы белгілер дейді. Ол яғни тыйым салушы белгілер бізде дөңгелек белгішелер ретінде арналады екен. Яғни көрсетілген аймақта жүруге тыйым салынады деген белгішелер. Ал сілтеуші белгішелер дегеніміз не? Жібек? Сілтеуші белгілер дегеніміз ол адамдарға қажетті нысанның қайда екенін көрсетеді. Яғни адамға қажетті нысандарды бізге бағыт бағдар береді. Сіздермен енді осы сабағымызды кішкене пысықтап алу үшін кішкене видео сабақ жүргізіп өтейін. Видео ролик көрейік. Жол ережелері. Бағдаршам. Қызыл жанса тоқта. Сары жанса сақ бол.
Жасыл жанса, жүр. Негізгі жол. Кіруге болмайды. Жүруге болмайды. Жаяу жүргіншілерге жүруге болмайды. Тоқтауға болмайды. Аялдауға болмайды. Жол бер. Тоқта. Жол жұмыстары. Тайғақ жол. Аурухана. Көлік жуу. Телефон. Жағармай бекеті. Дәмхана. Әжетхана. Жаяу жүргіншілер өткелі. Сау бол, балақай. Видеоролик сіздерге түсінікті ме? Апай түсінікті. Жақсы, онда сіздерге түсінікті болса, кішкене сұрақтар қойып өтуге. Жолаушылар дегеніміз не? Кімдер жалпы? Жолаушылар. Жолаушылар деп жолаушылар және де жаяу болып табылады. Бағдаршам дегеніміз ше, бағдаршамның не үшін керектігін біз жаңа түсіндіріп өттік. Ол жайлы кішкене сұрақ қоюға қажеті жоқ сияқты. Келесі сұрақ сіздерге мысалы мынадай бір ситуациялық сұрақ қояйын. Мысалға біз жаяу жүргіншілер жолынан өткелі тұрмыз. Бірақ бізде жаңағы жедел жәрдем қызметкері, полиция қызметкері және өрт сөндіру қызметкерлері жолда өте қатты жылдамдықпен келе жатыр да, біз оларды не істеуіміз керек, өткізуіміз керек пе, әлде өзіміз жаңағы біздің жоқ, мына біздің жол жаңағы пешеходымыз ғой деп өтуіміз қажет пе? Өткізуіміз керек. Қандай жағдайда өткізуіміз керек ондай жаңағы көліктері? Яғни қызметкерлерінің Экстренный случайда үстіндегі дабыл белгісі қосылған жағдайда. Біз оларды өткізуіміз қажет. Жолда қай жерден өту керек? Қандай жерден өту керек жолда? Жолдан өту үшін? Пешеходтан өту керек, апай. Жаяу жүргіншілер жолынан арналып салынған жолдан өтуіміз қажет. Сонымен қатар, енді біз жаңағы пешеход дейміз ғой, жаяу жүргіншілер жолы өтетін бағытта біз жолдың екінші бетін өту үшін қандай сақтық шараларын қолдануымыз керек? Біз көліктер тоқтағанын, ал жаяу жүргіншілердің жеке өзін бағдарларын жасыл жаңа өтуіміз керек. Жол тәртібін білейік, аман есен жүрейік. Яғни біз осы бүгінгі сабақта сіздер қандай өздеріңізге қажетті мәліметтер жинадыңыздар? Бүгінгі сабақта менің ойымша бұл мәліметтер бізге болашақта да керек болады, қазір керек болады. Біз тәртіпті білсек, біз аман жүреміз. Яғни жол ережесін білген адам, жолда жүру, жолдан өту ережесін білген адам, жол қауіпсіздік ережесін жатқа біледі. Яғни жолда қауіпсіз жүреді деген түсінік пайда болады. Егер біз жол қауіпсіздігін осылай үйренбесек,
жолдан өту қаупі өте жоғары, иә, көп болады. Сондықтан жиі осы тек осы мәліметтермен ғана шектелмей, өздеріңіз үйден қосымша жолда жүру ережесі жайлы кішкене мәліметтер жинап, оқып, жаңағыдай видео сабақтарын көріп, өздеріңізге көптеген мәліметтер жинап алыңыздар. Тапсырма сіздерге түсінікті ме? Иә, апай. Түсінікті. Тапсырма түсінікті болса, жақсы, сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше. Сау